Мен Бектан Абдулла, жалпы медицина факультетінің 347 группа студенті, ішкі аурулар пропедевтикасы пәнінен практикалық дағдылар бойынша көктамырдан қан алу процедурасын бастайтын боламын. Ол үшін бізге бірінші болып пациентті шақырып, оған процедураның мақсатын түсіндіретін боламыз. Процедураның мақсаты, яғни диагностиканың мақсаты, диагностиканың мақсаты биологиялық қанды талдау үшін көктамырдан қанды алатын боламыз. Яғни сосын бізде процедураны бастаудан алдын қолымызды гигиеналық өңдеуден өткіземіз және де антисептикпен оны қайта өңдейміз. Сосын стерильді перчатка, үстімізге халат, яғни тағы да бізге маска қажет болады. Сосын бізге шприц, жгут, мақта, стерильді лоток, 70% этил спирті, бізге орамал немесе жастықша қажет болады. Бізге пациент бізге келген уақытта оған физикалық күш түссе, оның қалыпты жағдайын бақылайтын боламыз, яғни 10-15 минут оның қалыпты жағдайын бақылаймыз. Сосын бізде шприцті ашамыз. Шприцтің ашуының өзінің әдісі бар. Бұлай екі өзінің ашатын орны бар. Сосын қойып, бұл шприцті біз стерильді лотокқа саламыз. Сосын біз этил спирт, 70% этил спиртін алып, оны ашамыз. Сосын мақтан алып этил спиртіне жағамыз. Сосын біз инъекциялайтын орынның жан-жағын бірінші стерильдейміз. Енді инъекциялайтын орынның өзін стерильдейміз. Стерильдеп болған соң үшіншісін алып сол қолға аламыз. Сосын жгутты байлаймыз. Жгутты байлаған кезде бір қолмен шеше алатындай болып байлаймыз. Дәл осылай. Сосын инені аламыз. Иненің қақпақшасын шығарып, стерильді лотокқа салып қоямыз. Сосын сол қолды ұстап, сол қолдың бірінші саусағымен біз пальпациялап, яғни көктамырды тауып аламыз, қан алатын орында. Тауып аламыз. Сосын иненің жыртық жағымен оны жоғары қаратып, 15-20 градуста инені саламыз. Яғни иненің 3-тен 1 бөлігін саламыз көктамырға. Салып, енді қанды аламыз. Қанды алған кезде жгут шешіп береміз бір қолмен, екіншісімен мақтамен, стерильді мақтамен еғыламыз. Бұл қан алу, қанның биохимиялық талдауы қажетті мөлшерін алып аламыз бұл жолмен.